Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақстандық өнертапқыштар. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау, коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу. Сабақ барысы. Суретке қарап, сабақтың тақырыбын анықтаңдар. Ал енді балалар, жаңа сөздермен жұмыс. Қазір бәріміз сөздік дәптерлерімізді ашып, дайындап қоямыз. Мұқият тыңдап, менің соңымнан қайталайсыңдар. Зияткерлік, интеллектуальная, тақия, тюбетейка, құрылғы, устройство, кедергі, помеха, тербеліс, колебание, пайда болған, появляется, байқау, замечает, бағыт, направление, өзгертеді, меняет, әлеуметтік, социальная, бастама, инициатива. Енді балалар, сөздік дәптерлерімізге көшіріп жазамыз. Келесі тапсырма тыңдалым, айтылым. 119 бет 3 тапсырмаға назар аударамыз. Мұқият мәтінді тыңдаймыз. 7-8 сабақтар. 3 тапсырма. Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Сәттіғали Жолдасбай көзі нашар көретін атасына ақылды тақия жасап берген. Тақияға шағын сенсорлы құрылғылар орнатылған. Соның көмегімен кедергілер пайда болған кезде вибромоторға сигнал келіп тербеледі. Зағип кісі тербелісті байқап, алдында кедергі барын түсінеді де, тоқтап, бағытын өзгертеді. Автор бұл жобаны әлеуметтік бастама ретінде жалғастыруға болатынын айтады. Мұндай ақылды тақияларды көзі нашар көретін басқа адамдарға да жасап беруге болады. Ал енді балалар, екінші рет тыңдаймыз. Мұқият. 7-8 сабақтар. 3 тапсырма. Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Сәттіғали Жолдасбай көзі нашар көретін атасына ақылды тақия жасап берген. Тақияға шағын сенсорлы құрылғылар орнатылған. Соның көмегімен кедергілер пайда болған кезде вибромоторға сигнал келіп тербеледі. Зағип кісі тербелісті байқап, алдында кедергі барын түсінеді де, тоқтап, бағытын өзгертеді. Автор бұл жобаны әлеуметтік бастама ретінде жалғастыруға болатынын айтады. Мұндай ақылды тақияларды көзі нашар көретін басқа адамдарға да жасап беруге болады. Ал енді балалар, мұқият тыңдадық. Тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма. Шын және жалған. Ақпарат берілген. Сәттіғали өнертапқыш бала. Ол ағасына ақылды тақия жасады. Тақияға өрнектер орнатылған. Тербеліс болған кезде бағыты өзгертіледі. Осы ақпараттарды сендер шын және жалған тапсырмасы бойынша орындау керексіңдер. Келесі тапсырма жазылым. 4-ші тапсырма 119 бет. Жақша ішіндегі қажетті қосымшаны қойып, сөйлемді жазыңдар. Рефлексия. Мен сабақта үйрендім. Нені үйрендіңдер? Жазасыздар. Мен сияқты тапсырмаларды орындадым. Мен туралы түсіндім. Мен не туралы түсіндім? Маған не қиын болды? Ал енді балалар, үйге тапсырма. А деңгейі. Сөздерді жаттау, шағын эссе жазу,
Мен өнертапқыш болсам, ойлап табар едім. Нені ойлап табар едім? Оның қоғам үшін пайдасы. Б деңгейі. Сөздерді жаттау 118 бет, екінші тапсырма. С деңгейі. Сөздерді жаттау 120 бет, есте сақтау, жаттау.